пайғамбарымыздың Әзіреті Хадишамен үйленуі. Әзіреті Хадиша пайғамбарымызды бала күнінен танитын. Сауда керуеніне қосып, мал-мүлкін табыстаған күннен бастап, жақыннан танып біле бастады. Жесір Хадиша Құрайыштың қыздары ішінде көргенді жердің қызы ретінде де, иба ізетімен қатар мал дәулетінің молдығымен де жоғары тұратын. Кез келген бойжеткенге арман болғанмен, нәсіп болмаған хас сұлулықтың иесі деді. Сол уақытқа дейін маңайындағы оны танитындар да атымен затына сырттай қанық болып сөз сала келгендерде аз болмаған. Бірақ Хадиша бірде-біреуін қабылдамағанды. Ешқашан үйленбейтін, үйлену жайын ойламайтын сияқты көрінетін. Құдайдың дегені құлды жеңет демекші, адалдығы мен пәктігі, адамгершілігі мен ақ көңілділігі жөнінен теңдесі жоқ жанды кездестіргеніне Хадишаның ой өзгеріп сала берді. Илахи тағдыр әу бастақ екі көңілді жұптастыруды жазғанды. Үйлену жайын алғашқы болып қозғаған Хадиша болды. Намыстылығымен танылып, жахилия кезеңінің өзінде арлы әйел мағынасындағы Тахира лақабына ие болған Хадиша. Хадишаның ұсынысын жан досы Муния қызы Нафиса Әзіреті Мұхаммедке жеткізді. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген. Үйлену жайын ойланбадың ба? Үйленіп үй болатындай малым жоқ. Егер дүниең жетіп, өз теңің ұсыныс айтса, қайтер едің? Кімді айтасың? Хуайлидтің қызы Хадишаны айтам. Қалайша? Сен қарсы болмасаң, қалған жағын үйлестіру менің міндетім. Онда мұндай ұсынысқа қарсы болмас ем. Нафиса қуанған күйі Әзіреті Мұхаммедпен арадағы әңгімені Хадишаға айтып келді. Көңілі алып ұшқан Хадиша Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам қайтадан хабар жолдады. Оның жүрек жарды тілегін сөзбе-сөз ұластырған тағы да Нафиса. Мұхаммед, сені ағайын ретінде танып, руластарым арасында адал, сенімді әрі шыншыл болғаның шын ұнаттым. Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бұл жаңалықты көкесі Әбу Талибке білдіреді. Көкесі Хадишаның өз аузынан естіген соң қуана құптайды. Үйлену тойында. Тойдың уақытын Әзірет Хадишаның өзі белгіледі. Той өтетін орнында соның үйі. Алдын ала хабарланған уақытта Әзіреті Мұхаммед ең жақын туыстарымен бірге Хадишаның үйіне келді. Той қажеттіліктерін, ас-су қамын Әзіреті Хадишаның өзі мойнына алған еді. Мал сойылып, қазан асылған. Той басталып та кетті. Қалыптасқан үрдіс бойынша алдымен үлкендер сөз сөйлеуге тиіс. Әзіреті Хадишаның әкесі бірнеше жыл бұрын ішкі руаралық қақтығыстардың бірінде қаза болғандықтан бас құдалыққа әкесінің інісі Амр ибн Әсет келген. Мұнан соң Әзіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам әке орнына әке болған Әбу Талиб орнынан тұрды. Жаратқанға мың қайта шүкіршілік етемін деп бастады ол сөзін. Біздің Хазіреті Ибрахим алейхиссалам пайғамбардың шежіресінен Әзіреті Исмаилдің алейхиссалам ұрпақ етіп, Мааттың шөпшегі, Мұдардың шөбересі етіп жаратты. Енді негізгі мәселеге келер болсам, менің бауырым Абдулланың ұлы Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам бұл төңіректі танымайтын адам кем-дегем. Оның адамгершілігі, ақыл парасатымен тайталасар жігіт жоқ Құрайышта. Жомарттың қолын жоқтық байлайды демекші, тек мал байлығы кем демесеңіз, мінез байлығы жөнінен оған тең келер пенде жоқ. Дәулет деген не тәйірі, қолдың кірі тәрізді, бүгін бар да ертең жоқ. Алдағы уақытта осы бауырымның үлкен құрметке бөленіп, қауымның қадірлісі боларына еш шүбә келтірмеймін. Бүгін ол сіздердің қыздарыңыз Хадишаны айттыра келіп отыр. Мәхір ретінде 20 атан түйе бермекші. Біз осылардың тілекшісіміз. Тәңір екі жастың тілеуін бергей деп сөзін бітірді. Әбу Талибтен соң Хадишаның немере ағасы Уарақа ибн Науфал сөз сөйледі. Бізде алдымен бір тәңірге шүкірлік қылуды борыш санаймыз. Бізге де биік мәртебелілік, мол рызық дүние берді. Өзге жерлестерімізден үстем етіп жаратты. Сізге артар кінәміз жоқ. Үйлену, отау құру оңай шаруа емес. Біздің де бір ауыздан ағайын туыс ақылдасып, сіздермен құда болуды мақұл көріп отырмыз. Жиналған қауым, куә болыңыздар. Хуайлидтің қызы Хадишаны 20 атан түйелік мәхірімен Абдулланың ұлы Мұхаммедке әйелдікке бердім.
Уарақа ибн Науфал сөзін аяқтаған соң, Әбу Талиб Хадишаның ағасы Әмір ибн Әсеттің келісімін сұрады. Ол да көпшілікке естірте, Хуайлидтің қызы Хадишаны Абдулла ұлы Мұхаммедке некелеуге разымын деді. Осылайша екі дүниенің сұлтаны пайғамбарымыз Әзіреті Мұхаммедтің Құрайш әйелдердің ішіндегі ең сұлуы, жоғары мәртебелісі Хуайлид қызы Хадишамен некелері қиылып, ерлі зайыпты деп жарияланды. Сүйікті де ардақты пайғамбарымыз ол кезде 25, ал Хадиша анамыз 40 жаста болатын. Бұл оқиға милади 595 жылы, яғни Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық келместен 15 жыл бұрын болған. Тойдан соң Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам аяулы жарымен бірге Әбу Талиптің үйіне келді. Халықпен қайталанбас қуаныштарын бөлісіп, бірнеше түйе сойып, сый-сияпат жасады. Меккеліктер тайлы тұяғымен қалмай келіп, той дастарханынан дәм татты. Жас шаңырақ иелеріне ақ тілектерін айтып, баталарын жаудырды. Тең-теңімен, тезек қабымен дегендей, бір-біріне қай жағынан да лайық, жұптарың жазылмасын, тойларың тойғыласын десіп тарқаста шақырылғандар. Бірнеше күн осында болған соң ерлі зайыптылар Хадишаның отауына қайтты. Осы шаңырақ астында Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ғұмырының ең бақытты сәттерін өткереді. Халық арасында Тахира атанған Хадишаны пайғамбарымыз Хадиша Кубра, яғни үлкен ұлы Хадиша деп атаған. Ибалыда әдепті, қылықтыда шырайлы зайыбымен өте тату ғұмыр кешкен. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам әкесінен мирас қалған ештеңесі жоқ еді. Әкелік қамқорлығын көрсеткен Әбу Талиб болса, сіңірі шыққан кедей. Сондықтан Хадишаға үйленгенге дейін жоқшылық зардабын әбден тартқан. Хадишамен үйленгеннен соң әйелінің байлығын сауда айналымына салып, тірлік жасап, тарығудан құтылды. Бірақ сонша дәулеттің иесі бола тұрып, ол ешқашан ысырап жасамаған. Бекер мал шашу оған тіпті жат. Жаратылыстағы қарапайымдылығынан танбаған. Өйткені ол үшін дүниенің байлығы түк емес, көңіл байлығы, рухтың толыққандылығы маңыз деді. Әзіреті Хадишадан 6 бала туады. Қасым, Зейнеп, Руқия, Үммі Гүлсім, Фатима, Абдулла. Шаттыққа толы шаңырақта Хазіреті Мұхаммед пен Хадиша ең сәтті, тәтті күндерін өткізіп жатты. Құрмет пен махаббатқа негізделген отбасылық өмірлеріне көңіл сүйсініп, көз тамсанатын. Пайғамбардың отбасы күллі адамзат баласына үлгі боларлық сыйластық пен сүйіспеншіліктің ошағы еді. Хадиша анамыз жұбайынан 15 жас үлкендігіне қарамастан, отағасын әрдайым ерекше құрметтеп, отбасының пірі санаған. Мұхаммед те саллаллаху алейхи уассалам отбасының тірегі, балаларының анасы болған аяулы жанды айрықша сыйлап, қолдап қорғаған. Хазіреті Хадишаның өлімінен кейінде өзі о дүниелік болғанға дейін оған деген сүйіспеншілігі әсте суыған емес. Сүйікті пайғамбарымыз Хазіреті Хадишаның жомарттығын, көркем мінез-құлығын, өзіне жасаған жақсылығы үшін мәңгілік қарыздар екендігін ұдайы еске алатын. Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам кейінгі әйелдерінің бірі Хазіреті Аиша анамыздың Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам Хадишадан басқа ханымдарынан қызғанған емеспін деуі соның куәсі. Бұлай болуы заңды да. Әрине, Расулалланың көңіл төрінде әрбір әйелінің өзіне тән орны бар екені даусыз. Дегенмен, өз кіндігінен тараған 7 баласының 6-ауының анасы Хазіреті Хадишаның орны бір бөлек екені түсінікті. Айналасындағы бүкіл қауымы оған дұшпан көзімен қарағанда достық қолын созған, оны шын ниетімен қолдағанда осы Хазіреті Хадиша еді. Қиын қыстау күндерде рухына дем беріп, көңіліне медеу болғанда Хадиджатул Кубра, сөйткен жанды ұмытуға бола ма?